Сәлем, бұл Сан-Франциско, бізде бүгін күн жауын. Мен осы Америкада жүрген қазақтарға информация айтқым келеді. Сіздерді қай уақытта ұстайды, жалпы соны айтайын, түсіндірейін, иә. Сіздерді мынау уақытта ұстайды, егер қараңыздар, құжаттарыңыз дұрыс болмаса, бір қылмыстық іс жасасаңыз, соны айтып өттім ғой. Енді қараңыз, қайда тексереді? Ең бірінші, пробкалар болса жолдың бойында, сол жерде офицерлер жүріп, құжатыңызды тексеру мүмкін. Екіншіден, аэропорттарда бір жерде ұшсаңыз, одан кейін үлкен порттарда бір жерге жүрсеңіз, яғни сондай жерлерде тоже документіңізді тексеру мүмкін айс офицерлер. ID-іңді сұрайды, құжатыңды сұрайды, статусыңды тексереді, политикаға берілген адамсың ба, берілмеген адамсың ба деген сияқты. Бірақ ешқандай құжатым болмаса, яғни ақш-тың 5-ші заңнамасы бойынша мен жауап беруден бас тартамын деп сөйлемеуге болады. Я, ешқандай да. Олар соттың құқығынсыз, ордерінсіз сізді ол жерден әкете алмайды. Осыны ескеріңіздер. Баршаңызға рахмет.